Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер де сіздер Ақтөбе қала бойынша Мойсам іздеп жүрсеңіздер, мынаған келсеңіздер болады. 24/7 смарт деген өте жақсы, бағалары өте керемет. Қаланы, Ақтөбе қаласын білетін кісілер болса, верхний трассаны қазақ ойымен заправка тұр, жаңа жылмай жағылмай. Мына жерде тұр станциясының қасында. Мына жағында міне Палапарк, Дина деген бар. Бұл ешқандай да реклама емес. Өйткені өзім дәл осы жерден менде көлік иесі болғандықтан Мойсамға барам постоянно. Сол себептен өйткені ақша экономдау мақсатында басқа. Егер де мүмкіндік қала бойынша осылай іздеп жүрсеңіздер, егер де қала бойынша Мойсам іздеп жүрсеңіздер, осында келулеріңізге болады. Заречный тұрғын ауданы, Қарғалы ауданының тұрғындары. Өйткені мен көп жерге бардым. Айтпай ақ қояйын қай жерлер екен. Өйткені оларда цена мықты көтеріп жүрген. Мынада өте керемет, ыңғайлы. Мысалы, жаңа машинаның 500 теңге жуып шықтым. Астындағы мұзын барлығын кетіріп, пенамен асықпай. Бүгін сенбі болғасын, ешқандай да көлік жоқ. Рахат. Мынадан қалай шығамыз енді? Ана жерден шығамыз шығар. Қайырлы таң баршаңызға. Біз Орал қаласындамыз. Елдік Орал қаласының вокзалына. Орал қаласының вокзалы Атырау қаласының вокзалына ұқсайды екен. Астымен туннельмен жүреді екен. Күшті, керемет келдік. Жаңа вагондар. Қазір енді мына жерден остановкадан ары қарай 5-ші автобус. 5-ші автобустан ары қарай Жаңа қанатындағы университетке барамыз. Таяу аяз әдемі болып тұр. Келдік. Мынау мойка, баяғы Мойсам. Қазір білмеймін. Мынау біздің жататын орнымыз. Мына жақта егер де ақшаны қолма-қол беретін болсаңыз 200 теңге, QR-мен немесе безналичный оплатамен жасайтын болсаңыз 100 теңге, балдарға 50 теңге. Сосын жаңағы автобус деген бар, автобус деген приложение бар, соның карточкамен жасайтын болсаңыз 100 теңге екен. Машина толып тұр. Керемет. Райхон ресторан. Мына жақтан не ашсаң да өтеді ғой. Суреттер өте көп мына жақта. Керемет. Орал қаласы қайта келдік біз. Осы қазір жататын жерді барлығын бекітіп аламыз. Сосын оқуды бастаймыз. Мүмкіндік болыватса түске дейін бір сабақ, түстен кейін 2 сабақ қатып тырысамыз қазір. Түске бар, үй ауыстырып алып, шығып кетеміз біріншісінен. Ал түскі аста осы іште қоямыз. Кеттік. Керемет көңіл-күй. Сол керемет көңіл-күймен бұйырса қайтсақ. Аяз күшті болып тұр екен. Айтайын дегенім, Ресейдің шекарасына кіреді екен. Мына полис. Қайта смстер келіп жатыр мынадай. Қош келдіңіз деп. Шықтым бәрі.
жазылам болған қалпы. Машинамен келсек оталмай қалмаған екен машиналар. Сол қосылатын боламыз, қызықтар болса. Ішке келдік, мынадай 3 орынды орын екен. Қазір киім ауыстырып аламыз. Маған жататын болам. Постельдерін біреу тапсырмапты. Аппақ құшық отыр. Заттарымызды тапсырып аламыз. Сосын киім ауыстырып алып, универге сразу шығып кетеміз бұйырса. Кеттік, сәттілік тілеп қойыңыздар маған. Жылдамдықты бітіріп жазақ. Өте жақсы болатын еді. Мына асханада тамақ ішетін боламыз, астанатын тамақтанатын боламыз. Қазір міне 8 сабақ, менде 3 ауызша, 5 тест. 3 ауызшаны қазір мұнда жаңа здание бар, міне көрініп тұрған. Соған барамыз. Сол 3 ауызшаны тапсыруға тырысамыз. Тестті сағат түстен кейін кел. Өзім допуск қойып беремін дейді. Сол тестке кіретін боламыз, 5 тест болса. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң баршаңызға. Бізде бүгін келесі күн Нексе пицца. Білетіндеріңіз болса, Нексе пицца осы Отырал қаласынан шыққан, франшиза жан-жаққа тараған. Ақтөбе қаласында мен курьер болып жұмыс істедім Нексе пиццада. Қазір енді таңертең әдеттегідей бара жатырмыз. Негізі таңертең шай ішіп алу керек, бірақ оның уақыт болмады. Іштегінен алып кеткен біреулер. Мына жерге не ұнап тұрған, етек ұнап тұрған, нан ұнап тұрған, жаңғырқан болмады бұлар. Сол, сәттілік тілеп қойыңыздар маған. Оля, болдық. 3 пән тестпен, 3 пән ауызша, 2 пән автомат қойып кеткен. 6 пән кей бола оралай бердік. Енді бітіріп тастадық. Қазір енді бөлмеге кіріп заттарды жинап такси заказ алып қойдық. Мыналардың бәрін постельдермен тапсырып кетеміз. Слабкасы киініп аламыз салтында. Өйткені көлікте не болатынын білмейміз. Камера 55 дейді, бірақ деймін. Сатиға детіп қойды. Ладно, қазір бәрі жағамыз ғой. Тұра берсінші. Камера 55 дейді, бірақ деймін қандай болатынын білмейміз. Баршаларыңызға рахмет, қарауыма. Біз үйге қайтамыз. Қайтамын үйге, көңілді күйде деп. Шүкір, бүкіл сессияны әдемі жаптық. Үйге жаққа бара жатырмыз. Қазір мына жерде остановка бар. Сол остановкадан мініп кетеміз. Камера 55 дейді. Жаңа звондап қойды вокзалдан. 20 минуттық жер вокзал мына жерден. Үйге өтетін шығармыз. Мына жерден қазір дүкеннен су-пу бірдеңе алып аламыз жолға. Сосын бұйырса Орал туралы кішігірім ойым. Әдемі қала. Адамдар да барлығы да керемет. Бір рет емес, бірнеше рет келіп тұрғанмын. Мен 3-4 рет па келіп тұрғанмын. Одан көп болмаса. Сол бұйырса жол 560 км, 600 км-дей шамамен. 560 па, 550 ма сондай өтем. Жіттер әбден тоғып қалған. Әбден тоғып қалған. Желание жоқ. Аяз күн. Минус 24 екен. Одан да көп екен білмедім. Камера 55. Әдемі екен.
подлокотник, подстаканник, комплектация XSE. Мына жерде хотя бы не салып жібергенде да, телефон зарядтайтын прикуритель ма, например, болмаса Type-C, мысалы машина кем дегенде 2010-нан жоғарғы Camry 55, мынау америкалық вариант. Кожа XSE. SE болса простой комплектация, мынада кожа бар екен. Android бәрі өзі, плюс контроль. Мында подогрев сиденье бар. Подогрев сиденье қайда тұр? Бұл жетті ма? Міне подогрев сиденье. Жақсы, әдемі машина, керемет. Бізге де бұйырсын. Осындай көлік бізге де бұйырсын. Жымпитыдамыз. Нефтек деген заправка бар. Осы заправка тек, осы жанар жағымағы тек неде бар? Орал, Батыс Қазақстан облысында бар, Орал қаласында, Орал қаласының айналасында. Басқа жерде жоқ мүлдем мына нефтек деген. Қайырлы таң баршаңызға. Ассалаумағалейкум. Бүгін әдеттегідей жұмысты бастаймыз. Кеше Оралдан аман-сау келдік. Жақсы келдік. Өте жақсы келдік. Қазір енді жұмысқа бара жатырмыз. Таңғы сағат 6 қарай жетті. Баршаңыздың күндеріңіз сәтті өтсін. Видеоны осылай аяқтайын деп шештім. Енді күнделікті бұйырса жұмысымыз басталады. Басқа да шаруалар ұсақ-түйек. Баршаңызда күндеріңіз сәтті өтсін, керемет өтсін. Осы апта тек өзінің сәттілігімен келсін. Баршаңызға қаралымдарға рахмет.